Неге ойыншығыңды қызғанып жатырсың? Бер, қайтып береді ғой. Болды, жылама. Жақсы оқысаң, жақсы жұмысқа тұрасың. Осы сөздерді бір рет болса қолдансаңыз, сіз үлкен қателік жасадыңыз. Не үшін? Қазір айтып беремін. Сәлем дәу көрермендер. Не үшін десеңіз, бұл видео үлкендерге арналады. Сол үшін ата-аналарыңызды қасыңызға алып алыңыз. Мен бүгін сіздердің адвокаттарыңыз боламын. Ата-аналар жасайтын қателіктерді және баладан қалай лидер шығару жолдарын айтатын боламын. Менің арнама бірінші рет кіріп отырғандарға, менің атым Мейрамбек. Мейрам балалар киностудиясының директорымын. 6 жылдан бері 1,5 мың баланы актер етіп, командамызбен 95 киноны жарыққа шығарғанбыз. Біз Қазақстандағы ең алғашқы балаларға арналған анимация мен тірі актерлар ойнайтын кинолар шығардық. В Шымкенте создали мультфильм с использованием компьютерной анимации и игрового кино. В ленте все игровые роли исполняют не профессиональные артисты, а дети. «Кумыс, Кылыш или Серебряный меч» – первый мультипликационный фильм, созданный с использованием компьютерной анимации и игрового кино. Барлық жинаған тәжірибемді тұжырымдап, 100%-ға гарантия беретін мәлімет айтатын боламын. Бір күні таксиде кетіп бара жатырмын. Сол кездегі таксистің әңгімесі. Бүгін балам маған айтпай магазиннен қарызға әр түрлі нәрселер алыпты. Не алдың десем, өздері де білмейді. Әр нәрсе қарызға алатын әдет шығарып алыпты. Қызым да, ұлым да. Одан кейін әбден ұрдым. Басқа олай жасамайтындай етіп. Өзім де аяп кеттім деді. Мен болсам, сіз ютубтан психологтардың бала тәрбиесі туралы мәлімет іздедіңіз ба? Деп сұрадым. Таксист болса, маған ешқандай психолог қажет емес. Менің әкем де бізді солай тәрбиелеген, мен де солай тәрбиелеймін деген жауап естідім. Сол кезде жүрегім қатты ауырып кетті. Осылайша қазақша видео түсіруге бел будым. Ол таксистің балаларының болашағының екі сценарийі бар. Жақсысынан бастайық. Олар өзінің әкесі секілді 40-қа келгенше таксист, грузчик, охранник болып жалғастырады. Екінші жаман сценарий. Кішкентай кезінде көрген қиыншылықтарының ақысын 10 есе етіп есейгенде басқалардан алатын болады. Сіздің балаңыз сізден жақсы, бай, тәрбиелі болсын десеңіз, келесі нәрселерді жасаңыз. Балаларыңызбен міндетті түрде сырларыңызбен бөлісіңіз. Өйткені осылайша бір-біріңізге деген сенім артады. Сол кезде балаңыз да сізге өзінің сырларын айтатын болады. Неғұрлым жабық болсаңыз, соғұрлым балаңыз сізден алыстай береді. Ақыл сұраңыз, оны кішкентай деп шеттеп қоймаңыз. Қаншама ақыл сұраған сайын, бала да өзінің пікірі, яғни мнениесі пайда бола бастайды. Және бұл әлемде оның орны бар екенін сезінеді. Таңдау ұсыныңыз. Жасы 1-де болсын, 15-те болсын, әрдайым таңдау беріңіз. Мысалы, үйге бір банан, бір алма әкелдіңіз. Қайсын таңдайсың? Деп таңдау ұсыныңыз. Бұл болашақта тек біреудің айтқанымен жүрмей, оның таңдауы бар екенін сезіндіреді. Әр жасаған қателік үшін мақтаңыз. Жарайсың. Осылай қателік жасай отырып, адам үйренеді деп түсіндіріңіз. Мен көп ұстаздардың арасында да байқаймын, бір бала қателік жасап қойса, оны жиі жазайды. Одан кейін бала қателік жасаудан қорқатын болады. Дұрыс деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ кез келген лидер өмірінде миллиондаған қате жасай отырып, сол жетістікке жеткен. Қателік жасауға қорқып қалған бала есейгенде безопасность іздеп отыратын болады. Ол дегеніміз жаңа нәрселерді зерттеуге қорқады. Осы күніме де шүкір деп басын окоптан шығаруға қорқатын болады. Тағы бір мысал, бір өте бай миллионер әйелден сұраған екен. Осындай жетістікке қалай жеттіңіз деп. Сонда әйел, менің әкем менің жасаған қателіктерім үшін әрдайым мақтап отыратын деп. Сондықтан да балаңыз бір қателік жасаса, мақтаңыз. Тағы есте сақтайтын нәрсе, балалар ақымақ емес. Қарап отырсаңыз, өмірлік опыты аз, сондықтан да қателер жібереді. Қапа болудың қажеті жоқ. Сіз де жаңадан бір нәрсе бастасаңыз, сіз де қателесесіз. Өйткені ол нәрсені бірінші рет жасап жатсыз. Олар да өмірге келіп, түсініп кіре бастағанына 4-5 жыл болды. Соны ұмытпаңыз. Балаңыз сұрақ қойғанда, қойшы басым ауырып тұр демей, барлық жұмыстарыңызды тастап, жауап беріңіз. Жауапты сізден естімесе, басқа жерден іздей бастайды. Ал ол жерде қандай жауап беретінін Құдай біледі. Ең сенімді адам сіз екенін дәлелдеңіз. Әр баланың өзінің бөлмесі болу керек. Мұндай мүмкіндік болмаса, өзінің бір бұрышы, угологы болу керек. Ол өзінің жеке пространствосы, және ол жерде сіздің әміріңіз жүрмейді.
яғни балам ау мына жеріңді жинап жүрсей деп айта алмайсыз. Ол жерде ол не істейді өзі біледі. Шашып тастай ма, аударып тастай ма, өзі біледі. Сіз ойлау мүмкінсіз, мен осылай тазалыққа, ұқыптылыққа үйретіп жатырмын деп. Шын мәнісінде қалай екенін баланың көзімен айтып берейін. Қазір мен мына жерді жинап қоймасам, мына қақпас менің миымды қағып алады. Сіздер ұмыт кетпесін деп әдейі асыра сілтеп қақпас деп айттым. Иә, балалар ата-аналарын жақсы көреді және олай айтпайды. Бірақ примерно түсінген боларсыз. Олар тазалық емес, сізден қорыққаны үшін өзінің бөлмесін жинайды, бірақ тек қана сіз қасында жүрген кезде ертең ол есейеді. Сіз қасында болмағанда енді ақыл айтатын ешкім жоқ. Не істесем де өзім білем деп шектеп жүрген нәрсеңіздің планын 10 есе орындап тастайды. Сол үшін бала өзінің опытымен сезіну керек. Тазалық, жинап жүру не үшін екенін. Сондықтан өз бөлмесінде не істейді өзі біледі. Ал басқа жерде, общий жерде сіздің ережеңізбен жүру керек. Бірақ не үшін таза жүру керек, ұқыпты болу керек. Міндетті түрде түсіндіріңіз. Балаңызға өтірік айтпаңыз. Жас қаншада болсын, 1 айлық болсын, 20 жасар болсын, еш қашан өтірік айтпаңыз. Қазір бабай келіп алып кетеді. Жыламасаң кәмпит берем, жақсы оқысаң велик әперем. Егер қолыңыздан келмейтін жасамайтын болсаңыз, жалған сөйлемеңіз. Ащы болса да шындықты айтыңыз. Сол күні болсын, 10 жылдан кейін болсын, шындық бәрібір ашылады. Сол жерде бір рет мұңайған оңай, кейін 10 рет мұңайғанша. Есесіне сізді ең жақын адал адам ретінде қабылдайтын болады. Және ең әйгілі фраза: жақсы оқысаң, жақсы жұмыс табасың, жақсы айлық аласың деп үйретпеңіз. Жақсы оқысаң, ертең өзіңнің компанияңды ашқанда осы білімдерің қажет болып қалуы мүмкін деп үйретіңіз. Осы бір сөздің ерекшелігі құлдық сана сезімнен арылтуға көмектеседі. Ертең барлығымыз Дубайдың халқы сияқты өмір сүруіміз үшін әрқайсымыз өзімізден бастап дұрыс сөйлеу білуіміз керек. Балаңыз жылағанда жылама деуге болмайды. Ол жылай ма, күле ма, мұңая ма, өзінің жеке шаруасы. Эмоциясын шектемеңіз. Осы эмоциялардың еркін шығара отырып, бала жеке тұлға ретінде қалыптасады. Жылағысы келсе, айызы қанғанша жыласын. Жас арқылы бүкіл жаман энергиядан бала арылады. Шын мәнісінде үлкендерде. Егер ол жаман энергияның ішінде қалып қойса, бір күні ол шығады. Сол күннен абай болыңыз. Одан кейін ол жылағысы келсе, бәрібір жылайды, бірақ сізге көрсетпей. Одан кейін сізге көрсетпей, басқа нәрселерді істейтін болады. Карманные деньги. Баланың әрдайым өзінің жеке ақшасы болу керек. 50 теңге болсын, 1000 теңге болсын, күнде жеке басына регулярно беріп тұру керексіз. Ол баланы жеке қаржысымен управлять етіп үйретеді. Үлкендерден көп кездесетін проблема айлығын ала салып, жарат тастау. Қайда кеткенін өзі білмейді. Кредиттен кредит, керек-ау деген нәрсені ақшаның буымен сатып аласыз. Бірақ кейін оказывается керек емес екен. Сондай болып шығады. Өйткені кішкентай кезінде оған финансовая грамотность негіздерін ешкім бермеген. Сол қателікті балаларыңыз қайталамау үшін әрдайым карманные деньги беріп отырыңыз. Қайда жұмсап жатқанын біліп отырыңыз, бірақ болмайтын нәрсеге жұмсаса, ешқашан ұрыспаңыз, шектемеңіз. Өйткені ол қателіктерді өз жасай отырып, сол арқылы опыт жинайтын болады. Жоғарыда айтылған нұсқалар өте маңызды, және балаңыздан лидер жасаймын, дұрыс өссін десеңіз, міндетті түрде орындаңыз. Егер видео пайдалы десеңіз, лайкыңызды аямаңыз. Және ең жақсы көретін кем дегенде 2 адаммен бөлісіңіз. Видеомыз 2 сағаттық болмау үшін керектің 10% ғана айттым. Жалғасы шықсын десеңіз, комментарийде күтемін. Сау болыңыздар, дәу көрермендер.